Құрамына қант, жұмыртқа қосылмайтын бар болған ұшақ заттан дайындалатын өте дәмді песочный болып шығатын рогаликилер дайындайтын боламыз. Видеоның аяғына дейін көріңіздер. Алдымен ұнымызға сармайымызды салып, жақсылап біріктіріп қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды холодильникке орап 2 сағатқа алып қоямыз. 2 сағаттан кейін қамырымызды холодильниктен алып 4 бөлікке бөліп, бірдей етіп 4 бөлікке бөліп, немесе таразымен өлшеп алсаңыздар болады. Домалақ етіп бір бөлігін жайып, 8 бөлікке бөліп, рогаликилеріміздің үстіне вареный сгущенкамызды салып, түйіп аламыз. Осылай жақсылап екі шетін қатты басып жіберіп түйеміз. Ішіндегі вареный сгущенкамыз ағып кетпес үшін. Табамызға теріп, бетті сарғайғанша пісіріп аламыз. Қызарып кетпеу керек, тек сарғайып пісу керек. Жылы болып тұрған кезде үстіне қант ұнтағын сеуеміз. Осымен рогаликилеріміз дайын. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мені қолдап каналыма тіркеліп кетіңіздер.